Ертеде екі дос өмір сүріпті. Бірінің аты жақсылық, екіншісінің аты жамандық екен. Екеуі бірге жүріп, ұзақ сапар кешегеді. Бір күні кенет аспанды бұлт қаптап, жаңбыр жауады, түн түседі. Екеуі үңгірге кіріп, түнеп шығайық деп шешеді. Үңгірдің түбінен алтын мен асыл тастарға толы сандық тауып алады. Көздері жайнап кеткен екеуі қуанып кетеді. Сонда жамандық, мынаның бәрі екеумізге тең болсын дейді. Жақсылық келіседі. Бірақ түнде жамандықтың көзі тоймай, ұйықтап жатқан досын тастап, бар алтынды өзі алып кетеді. Ол байлыққа мастанып, сарай салып, қызық қуып жүреді. Ал жақсылықты құстар мен аңдар тауып алады. Олар оған жол көрсетіп, үйіне қайтуға көмектеседі. Жақсылық елге оралып, адал еңбекпен күн көреді. Жұртқа көмектесіп, бәрінің сүйіктісіне айналады. Ал жамандықтың қолынан билік те, байлық та кетеді. Ауруға шалдығып, елден қуылады. Күндердің күнінде ол кедей, шаршаған күйде жақсылықтың үйіне келеді. Танымай көмек сұрайды. Жақсылық оны таныса да, кек алмай, жылы сөз айтып, тамақ беріп емдетеді. Сонда жамандық ұялып былай дейді: мен саған жамандық істедім, ал сен маған жақсылық қылдың. Атыңа сай екенсің. Жақсылық күлімдеп жауап береді: адамға кек емес, кешірім жарасады.